Сонымен бүгін біздің сабағымыз Java тілінің сабағының екінші жалғасы болып саналады. NetBeans сайтынан, netbeans.org сайтынан NetBeans ID 74-ті өзімізге жүктеп аламыз. Мен қазір браузерімнен ашқанша. NetBeans. Загрузить деп батырмасын басып аламыз да, және оны сақталған жерімізден тышқан декрет басамыз да, next батырмасын басып орнатып жібереміз. Ештеңеге кеспей. Лицензиялық кесімді accept деген деп басамыз. Сонымен енді бізге ең бірінші мысал NetBeans'та программа жазу. Мен командалық строкада жазуды жайлы келеді, сабақ бөлек сабақ ретінде қалай оны орнату керек екен, және Java'ны переменностьтерге қалай қосу туралы және бәрін айтып бөлек тақырып айттым. Біз негізі NetBeans'пен жұмыс істейміз. Google'ға кіреміз. Кез келген тілде программистердің Hello World деген мысал болады. Или уроки для начинающих деген сөздер болады, неше түрлі. Java дейміз да, Hello World. Естеріңізге сала кетейін, кез келген ағылшын тіліндегі форумдарда көп материалдар болады. Ол жерде және тез жауап береді. Ал орысша ретінде сұрақтың ішіне сұрақ кетеді, жан-жаққа сілтемелер кете береді. Енді Java'ның өзінің қалай айтсам екен, ресми түрдегі жазған мысалдар. Мына жерге қарасақ, class hello world app public static void main string rdc system out println display the string деп тұр. Экранға жазуды экранға шығарады. Мына жерде кодтың ішіндегі, исходной кодтың ішінде комментарий дейді. Мына жерде қазіргі уақытта мына жермен таяқша, жұлдызша арасында кез келген жазу, жұлдызша, таяқша. Бұл комментарийді білдіреді. Ал мынау таяқша, екі жұлдызша, потом жазулар, потом былай болса, бұл Java документ, Java doc деп аталады. Бұны бөлек тағы да іздеуге болады, не Java doc tools деп болады. А егер былай екі таяқшаны қойсаңыз, ол сол комментарий именно неге дейін жаңа жолдан сол текст аяқталғанға дейін не алады. Мысалы, мына жерге бүйтіп мына жерге қойсаңыз, текст болды. Арғай уже комментарий болып саналмайды. Және бұл жерде Java тілінде естеріңізге сала кетейін. Кластың аты қалай болса, файлдың аты тура солай болу керек. Hello world app деп тұр. Бізде де солай атын қоямыз. Және де мына жерде классына енді айтылған. Мына жерде public деген нәрсені білдіреді. Public static void main. Нені айтылған? Каждое предложение должен содержать main метод дейді. Методы болу керек. Онсыз ол программаңыз іске аспайды. Бұны public static void жайлы ол асықпай айтылып кететін нәрсе бар. Мынау string RGC аргументтерінің командалық строкада Java my-app приложение, мысалы hello app аргументтерінің параметрлері. Бұл командалық строкада жазып шығасыздар. Бұнда да еске түсіп өтіріп кетемін. Мына жерде descending, бұл сортировка болып саналады. Бұл жердің бәрін мысалдар тұтынымыз. Қарап алсаңыздар, мына жерде Hello World деген жазу шығарайық. NetBeans'ті басамыз.
міне предыдущий версия 7.2 орнатылған, соны импорт жасаймыз ба? Мен жоқ деп басайын. Ең басына басқаннан кейін бұл узнать, изучить мына жерде приложение, демонстрацион материалдар, платформалар, модульдер қалай қосылады, новая функция, показать при запуске галочканы тұра береді. Қалдырсаңыз күнде қосылып. Программа қосқан сайын осы начальный страница шығады. Енді біріншіден проект құруымыз керек. Создать новый проект. Естеріңізде болсын, Ctrl-Shift-N бассаңыз болады, не болмаса мына батырманы бассаңыз болады. Проект деген мағынаны түсіндірейік. Приложение Java-ны таңдаймыз. Java-ны. Проект деген ол папка, сол папканың ішінде неше түрлі өзіңіз кез келген неше программаларды жаза беруіңізге болады, бөліп. Далее батырмасын басамыз. Уже стандарт edition активациясы жүріп отыр, өйткені SJDK-ның ішінен. Вот. Включение модуля завершено. И мына жерде естеріңізге сала кетейік. Біз мына жерге Java lesson деп қоямын мен. Жалғастыру үшін. Вот, расположение проекті қаяқта болады. Documents, NetBeans Projects и Java lesson деп. Мына жерде создать главный класс деген бар. Java lesson деген пакет құрады, оның ішінде Java lesson деген класс құрылады. Біз бұны қоймаймыз, алып тастаймыз, естеріңізде болсын. Әйтпесе сол ең басты класс болып қалады. Сонымен проектіміз Java lesson деген проектіміз құрылды. Міне пакеттер, библиотекалар қалай қосылатындар, мен JDK-ның алынған стандартты библиотекаларын алған. Бізге ең бастысы бұл керек емес. Мына жерде пакет по умолчанию деген бар. Бұнда біз ештеңе демейміз, тиіспейміз. Java lesson оның жасына басамыз, new дейміз де, новый Java класс таңдаймыз. Мына жерде мысалда айтылған класс hello world app деп тұр. Онда біздің де классымыздың аты солай болу керек. Біздің классымыздың аты сондай болу керек. Ол hello world app. Біз де жазамыз hello world app деп. Местоположение, пакет, өзіміз пакет жасақ болады, по умолчанию тимейміз. Бұл пакетті вот настоятельно рекомендуется не размещать классы Java пакете по умолчанию деп жазылған. Оның себебін түсіндірем кейін. Сонымен готово батырмасын басамыз. Мінекеңіз жағана Java doc деген нәрсені түсіндірдім. Не жазамыз бір жазуда. Көрдіңіздер ме? Бір жолға арналған комментарий. Мынау бірнеше жолға арналған комментарий. Сонымен айтқандай, міне hello world біздің де қарасаңыз hello world app Java деп тұр. Классының аты солай болып тұр. Public static void mainсіз программа орындалмайды деп жаңа өздің Oracle'ның рекомендациясы да берген. RGC былай. Массивті былай қойсаңыз да болады. RGC квадратный скобкамен. Не болмаса стрингтен кейін жазуға болады. Мына мысалда стрингтен кейін қойып отыр. Өз қалауыңыз өзіңіз білесіз. Міне. Сонымен system. Мінекей қараңыздар, system деймді.
out print ln Ctrl пробел батырмасын бассаңыз print ln шығады. Подсказка дейді ғой. Не болмаса print all деді. Мына жерде hello world деген аламыз. Print ln деген сөз систем деген ол Javaның ең жоғары классы системнің болып саналатын. Оның үшін out деген шығару буфер, бұның ішінде in деген болады. Print ln деген print line деген сөз жаңа жолдан шығару деген сөз. Hello world лепелес қоямыз. Енді system out print ln қолмен жазуды өзіміз ыңғайлату үшін out дейміз да тап батырмасын басамыз. Көрдіңіздер ме? Next деп қойын. Келесі hello world дейм. Сонымен программамыз жазылды. Мысалдағыдай next бастырмасын басамыз кітабында. Вот. Сұрақ қойылған мына жерде. Қайсысы комментарий дұрыс көрсетілмеген дейді. Мынау комментарий болып саналады. Бірақ бұл Java-да болып саналады. Мынауда да комментарий. Мына қате жабылмаған. Мынау жаман саналады. Есептеледі. Так, міне hello world Java дейді. Содан кейін айтады міне hello world Java программаның холamindo деген жазуды шығарыңыз hello world-тың орнына дейді. Ол үшін біз мынаның ішіндегі тырнақшаның ішіндегі жазуды өзгертеміз де hello mundo дейміз. Енді екінші тапсырмада дейді. Hello world Java екінші slightly modified version дейді. Slightly дегенді. Бұл мынаған көңіл аудармаймыз. Тура осында екінші hello world app деген приложение құрып көріңіздер дейді. Программа содержит дейді fix error проблем successful вот was error дейді. Қандай ошибка шығады дейді. Бірінші сұрақ дейді. Когда вы Java language virtual machine, анау код независимый шақырылама дейді. Независимый дейді. Check you answer басамыз. Міне байт кодты шақырады. Міне қатесini көрсетті. Және что вы должны проверить следующую ошибку. Class not found. Hello app. Класс пасты іздеп орнатылу керек. Бұл жайлы мен сіздерге айтпадым. Когда метод сигнатура main правильно дейді. Is public static void main болу керек. Бесінші сөз declaring main modifier must be first public или static. Is public static. What parameters does that method define? RGC string object. Бірінші мысалға hello mundo деген шығарды. Екіншінің қатесін табыңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Мына жерде екінші мынау приложениенің қатесінде тырнақша ашылған, тырнақша жалмаған және айтылған expected деген сөз требуется жақша деген сияқты. Жақшаның жабылмағанын көріп тұр да, содан кейін осындай қате берсе, значит тырнақша жабылмады деген мағынаны білдіреді. Біз мына жақшаның жабылған қарап жүрдім. Естеріңізде болсын. Unclosed string literal деп тұр. Екінші қате жақша жабылу, жақша жабылу керек. Бізде жақша бар. Міне мысалы. Сонымен келесі next программасы. Мынау
Javaның қандай қателері болады, сол туралы класс басын жалғастырамыз. Енді міне программа жаздық, енді NetBeans'те енді орнату керек. Ең болмаса мына кнопканы басамыз, запустить Java Lesson F6. Келесі жолы программа жазылған кезде бұл программа F6 пен жұмыс істеу мүмкін емес болады. Бірақ қазір бізде ешқандай класс жоқ болғандықтан бұл орындалады. Выполнить файл. Shift. Компилировать. Выполнить файл Shift F6. Не болмаса міне жауабы Hello World, Next. Hello World жаңа жолдан шықты. Не болмаса выполнить. Міне. Выполнить файл Shift F6. Бұл жерде мына жерде класс көрдіңіз бе, біз орындалғаннан кейін жаңа шықпаған болатын. Енді класс шықты. Hello World. Тағы да келесі жолы тағы сабағымызды жалғастыра отырып көріп отырамыз сол кезде переключение жасап. Ол үшін біз свойства, мына жерде выполнение, hello главный абзац, приложение. Қандай программа жазып отырамыз, сол программаны главный классқа шақырып отырамыз. Міне аргументтер, мысалы бірінші параметр, екінші параметр. Мына жерде virtual machine ресурсының қанша жеу керек екенін өтуіміз керек, ол более детально дейді ғой. Сонымен мысалымыз, бүгінгі мысалымыз міне. Енді жағанағы қатені, лабораториялық жұмыстың қатесін көрейік. Мінекеңіз. Өзі де қате береді. Мышқа написам болады. Unclosed string literal жалмаған дейді. Не болса орындаймыз. Все равно. Всегда все равно выполнить нельзя мне. Вот. Қатеміз табылды. Бірінші қате. Қатеміз жоғалады. Hello World деген жазып шықты. Осымен екінші сабақ NetBeans'те жұмыс істеуіміз бітті. Келесі жылы сабақ 3-те Javaның типтерін, Javaмен қалай жұмыс істеу керек екенін айтыламыз. Бүгінгі сабағымыз осы бітті.